Содан ақыры шайтан оларды тыйым салынған ағаштан жегізіп сүріндірді де нығметке толы мекендерінен шығарып тынды. Біз оларға: бәң біріңе бірің дұшпан болып жер бетіне түсіңдер. Жерде сендер үшін біршама уақытқа дейін тұрақтайтын мекен және игіліктер бар, дедік. Пұшайман болған адам рабысынан аян етілген бірқатар сөздерді жүрегімен қабыл алып, солармен тәубе етті. Сөйтіп рабысы оның тәубесін қабыл алды. Шүбәсіз ол тәуап құлдарының шынайы тәубелерін қабыл етуші, рахим, әсіресе тәубе етіп өзіне бет бұрған мүн құлдарына ерекше мейірімді. Біз оларға: жұмақтан түгелдей жерге түсіңдер, менен сендерге міндетті түрде тура жол көрсететін пайғамбар һәм кітап келеді. Кімде-кім менің тура жолымды басшылық қалса, оларға ешқандай қорқыныш жоқ һәм олар әсте жабықпайды, дедік. Ал күпірлік қылғандарға һәм кітаптағы аяттарымызды, әрі болмыстағы және өз бойларындағы ақиқатты көрсететін айқын дәлелдерімізге сенбегендерге келсек, олар дозақтықтар, олар мәңгі бақи сонда болады. Әй Исраил ұрпақтары, сендерге берген нығметімді еске алыңдар, маған берген уәделеріңді орындаңдар. Мен де сендерге берген уәдемді орындайын, және менен ғана қорқыңдар.